Ассалаумағалейкум көрермен қауым. Бүгін мына алдымызға мынандай Ресанта деген сай 250Т деген сварочный аппаратымыз келіп тұр екен. Бұның егесінің шағым бойынша мүлде істемей қалды деп жатыр. Қазір тоққа жалап көрсетейін. Қарасаңыздар, кнопкасын бассақ свет жанады, бірақ ары қарай ешқандай әрекет байқалмайды. Жалпы бұлардың ақау өте көп, бірақ соның ішінде, бұлардың ішінде жалпы барлығында дерлік дежурный блок питания деген бар. Барлығын қоректендіріп тұратын блок питания, жеке тәуелсіз шим контроллер, тағы да басқа нәрселерді сол күйіп кетеді. Сол кезде осындай ақаулар байқалып жатады. Және де ақыры алдымызға келіп тұрған екен, шығыс диодтар тексеріп жіберейік. Аман саулығын ол үшін мультиметрді диодты өлшеу режиміне қоямыз. Бірінші сосын барып плюсына плюс қызыл шөпті, минусына қара шөпті егізіп көреміз. Сол кезде ешнәрсе көрсетпеу керек. Сонан соң қарама-қайшы ауыстырамыз екен. Плюсқа минус шөпті, қара шөпті, минусқа қызыл шөпті егізген кезде ішіндегі диодтар сау болса, диодтардың кернеуінің құлауын көрсету керек. Падение напряжения диода деген. Қарап отқандарыңыздай 333-32 деп ойнап тұр кішкене. Былай шыққан кезде бәрі дұрыс сияқты. Енді нақтылап анықтау үшін бұны ішіне ашуға тура келейін деп тұр. Қазір бір арт жағында шұрттар бар екен. Соны ақтып, ары қарай видеоролигімізді жалғастыратын боламыз. Мынаны енді ашып қойдым, көресіздер енді, қараңыздар. Ішінде платасы. Енді барлығы түсінікті ғой, трансформатор, электролит конденсаторлар. Бұл жалпы ресанталар негізі өз косой мост деген схемамен жұмыс істейді. Өзі 3-4 схема бар. Косой мост, полумост, полный мост деген топологиялар бар. Бұл соның ішіндегі косой мост деген топологияның көмегімен жұмыс істейді. Мысалы, бір радиаторда 2 транзистор, көріне ме көрмей, мына 2 шүріп көрініп тұр. Және де мына жағы көрінбейді енді. Мына радиаторда тағы 2 транзистор бар, IGBT. Жаңағы айтқандай, ақауы бұның тоққа тықсаң, ешқандай реакция бермейді. Қазір тағы қосып көрсетейін. Міне. Яқты свет жанып тұр. Қазір тағы 220 кеп тұр ма ана жақтан, мына. Кнопканы басқан кезде яқтағы 2 кабельден, біреуінен бас, біреуінен өл, мына 2 қызыл кабельге ауысады. Яғни 220 вольтымыз платаға кіреді. Мына қазір суырып тастай салайын, кедергі келтіріп тұр кәдімгідей. Мына жаңағы алдындағы дисплейін алып тастадым. Мына қараңыздар, енді мына бір кабель мысалы паз деп есептейік. Платаға келіп тұр. Міне. Өйтіп қолмен ұстауға болмайды негізі. Екіншісі мына жақтан кіріп тұр. Көріне ме, көрінбей, мына қызыл көрініп тұр. Ол мына жақта тұр, міне. Мына жақта тұр. Бірінші соны тексереміз. 220 келіп тұр ма, келмей тұр ма? Қазір шөпті тегізіп, соны тексеріп көрсетейін. Міне, шөпті тегізіп тұрмын, бір қолмен кішкене ыңғайсыздау әрине. Міне 223 вольт келіп тұр. Енді қараңыздар. Бұның мысалы паз деп есептейік, біреуі диод көпір, бұл жерде екеуі тұр міне. Маркировкасын шын айтқан кезде көрінбей тұр мынау диод көпірінің 4 аяқты. Мысалға 35 амперлік диод көпір дейік, біреуін осындайдан екеуі тұр. Екеуі де бір радиаторға қатырылған, және де екеуі де параллельно жалғанған. Мысалға біреуі мына диод көпірінің 2 кірісіне кіріп тұр, бірден екінші кабеліміз нөліміз. Мына астында тұрған радиатордың диод көпірінің 2 айнымалы кірісіне беріліп тұр прямой. Және де одан шыққан плюс минустары бірге параллельно жалғанып, ары қарай мына электролиттік конденсаторларға өткен. Біреуі тікелей өткен, минусы мынаға минус таңбалы тұр мына. Минус таңбасы. Мына плюс таңбасы. Плюс шығатын жақ, мына минус шығатын жақ былай шыққан кезде. Минусы прямо өткен. Мына конденсаторларымыздың минусына. Ал плюсы
мынау тұрған элемент тұр. Бұл элементтің аты термистр. Бұл жерде өзі екі түр болады. НТС, ПТС деген. ПТС деген түрі болуы керек. Шынын айтқанда әлі тексерген жоқпыз. Яғни осы арқылы өтеді біріншінде. Бұның мақсаты мынау конденсаторларда жайлатып зарядтау. Орысша айтқан кезде плавный пуск деп аталады, былайша айтқан кезде. Примерно 150 вольтқа жеткен кезде осыдағы кернеулер мынау тұрған дежурный блок питания іске қосылады да, одан шыққан кернеу 12 вольт 24 вольт болсын тұрақты тоқ. Мынау тұрған күштік релені іске қосады, осының ішіндегі катушкасына барады да, ары қарай ол магнит өрісінің әсерінен ішіндегі контактілерін қосып, ары қарай осы арқылы тіке өтеді. Басында термистр арқылы өтіп зарядталып алған еді 150 вольтқа дейін. Енді ары қарай қалған 310 вольтқа дейін осы реленің көмегімен зарядталатын болады. Сосын ары қарай іс жалғасып кетеді. Міне, бұл жерде менің түсінгенім бойынша бұның дежурный блок питаниясы аман сау сияқты, ешқандай. Өйткені мынау шимган түрлері көбінесе күйген кезде трещина береді көп жағдайда. Кейбіреуінде бермеуі де мүмкін. Бұны қалай анықтайды деп ойлайсыз? Сау екен. Өйткені бірінші ең басты 220-ға кеп тұрған тексереміз. Сонан соң мультиметрді тұрақты тоқ режиміне қойып аламыз да, жақсылап тұрып контактілерін бір-біріне тигізіп алмай, өйткені өте қауіпті. Нерада 310 вольт тұрақты тоқ бар, бір-біріне тигізсеңіз, кәдімгідей ұшқын пайда болып, көзіңізге шашырап, денсаулығыңызға зиян беруі әбден мүмкін. Сондықтан да қауіпсіздік әрқашанда бірінші орында болу керек. Қазір осыны тигізіп, ары қарай видеоролик жалғастырайын. Мына тигізіп тұрмын, қараңыздар. Лаговый покрытие болады бетінде. Көп жағдайда мына платалардың жаңа ылғалдан сақтану үшін, сол үшін де жақсылаптап қырнап алып, контактісіне тигеніне көзім жеткізіп, сосын барып шуптарды басып тегісіп ұстап тұрамыз. Плюс минусына тигізе береміз, разница жоқ, оның қара шуп екеуін орнына ауысса да көрсете беру керек. Қарасаңыздар 0,0 вольт көрсетіп тұр, ешқандай кернеу жоқ. Яғни бұл дегеніміз қысқа тұйықтаулы бар деген сөз. Және де бұл бірінші тексерудің жолы, екінші тексерудің жолы былай болады. Мынаны өшіреміз, немесе розеткіден суыра саламыз, ең дұрысы тоққа түсіп қалмас үшін. Сосын жаңағы айтып отқан термистріміз тұр ғой мынау. Соны жайлатып өте сақтықпенен, өйткені өте қатты қызады қысқа тұйықтаулы болған кезде. Саусақ тигізіп көреміз, температурасын от болып жанып тұр екен. Осыдан ақ біле беруге болады. Бұл басында негізі сау болған кезде кішкене бір 2-3 секунд қызып, ары қарай дежурный блок питания қосылып, реле ары қарай өзінің жұмысын атқару керек еді. Сол кезде бұл қызбайтын еді. Кішкене жылымшиды. Қазір қарасаңыздар, қолмен ұстау мүмкін емес. Жанып тұр оттай болып. Яғни бүкіл энергия осының бойында жылуға айналып жатыр. Ары қарай енді тексеруіміз былайша болады. Мультиметрді паразонк режиміне қоямыз. Сосын бір-біріне тигізіп көреміз, шупты көз жеткізіп. Сонан соң барып, жаңа айтқандай, әр радиаторда 2 транзистордан тұр. Бұл косой мост деген топологияның көмегімен жұмыс істейді. Бұл прессанталарды көбінесе. Сондықтан да әр радиаторда тұрған 2 транзистор параллельно жалғанады бұларда. Сондықтан кез келген бір екеуін тексере саламыз. Екі аяғын эмиттер коллектор зат болып есептеледі. IGBT транзистор болғандықтан. Осы транзистордың кез келген біреуін тексерсек, болды, екеуін тексергенмен тең болады. Қазір соны тегізіп көрсетейін. Бір-біріне тексеріп алдым бірінші. Енді ары қарай транзистор тексереміз. Сыртында лаковый покрытие болған екен, өтпей жатыр. Шупымыз тесе алмай жатыр да. Мынаны көрейікші болмаса. Қазір бірінші тесіп алайын, сосын жалғастырамыз. Міне, жақсылап тұрып тегізіп тұрмын қазір. Қысқа тұйықтаулы беріп тұр, және де кетпей тұр. Яғни транзисторларымыз күйген деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде көп жағдайда әр плешодан бір транзистордан күйеді, негізі көп жағдайда. Қалған екеуі екі бетте бір плешодағы бір транзистордан сау қалып қалады. Ал кейде
барлығы күйіп кетеді. Және де бұлар күйгеннің өзінде құр өздері күйе ғана қоймай, мына тұрған тізбекте тұрған резистор, транзистор, жалпы айтқанда конденсатор, біраз нәрселер күйіп кетуі әбден мүмкін. Былайша айтқан кезде инемен құдық қазғандай шұқыланып отырып барлығын тексеруге тура келеді. Оңай нәрсе емес. Және де қарасаңыздар, қазіргі нарықта өзі барлық бағалар қымбаттап кетті компоненттердің. Кемі енді қазір шынымды айтқанда есімде жоқ. Кезінде 2,5 мың болатын транзисторлар. Қазір енді одан да қымбаттаған шығар. 3 мың, 3,5 мың болып кетуі мүмкін да. Мысалға, төртеуі де күйді дегеннің өзінде 12 мың теңге уже жоққа санай беруге болады. Бұны енді қазір егесіне айтып көреміз. Егесі көніп жатса, жаңағындай транзисторды әперіп немесе ақшасын төлеп ремонтты жалғастырамыз. Меніңше көнбейтін сияқты, өйткені бұның бағасы да ары кетсе 30 мың теңге тұруы мүмкін. Қарасаңыздар, өте арзан радиаторлар, кішкентай. Былайша айтқан кезде таза Қытай. Өзі ары кетсе 30 мыңға алған болса, шамамен оған ары қарай 12 мың, 15 мың, және де өзімнің ақым бар алатын. Оны қосатын болсақ, почти өзінің ақшасы жақындап тұр. Оған көнбейтін сияқты. Міне жалпы айтқан кезде. Сондықтан да экономикалық жағынан бұны ремонттау тиімсіз болып саналады көп жағдайда. Ал өзіңіз үшін жөндеп алам десеңіз, әлбетте болады, әрине. Қытайдан заказ беріп Алиэкспресстен деген сияқты. Ол кезде болады жөндеуге. Стоит та былайша айтқан кезде. Міне осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Енді қолдан келгенше мүмкіндігінше түсіндіруге тырыстым. Ендеше каналға тіркеліп, лайктарыңызды аямай, видеороликтарды таныс тамырларыңызға жеткізіп, поделиться деген кнопканы басып, бөлісіп тұруыңызды әлбетте қалаймыз. Ендеше аман сау болыңыздар.